sirku bağlantısı. Bizim tiyatro konuda şeyleri. Neydi? Lan neydi bu? Adı ne? Narastada. Sonrasında da kişilerin neyse elinden bir ne olsam koşmaydı bizde. Ya, çok biz o жерде. Kıyas деген ұры жоқ біздерде. Бірақ сеску babam sonra ne oldu? Жерлеген, біздер жерлеген. Қамаш жаққа. Жерлеген. Сеску babam. Сол үшін жаңағы өзі неде айтқан есімде. Әгер әлім қиятты көрсек, қосқылдап қолынан алып келеді. Жіберме. Kosalda var kolundan gidiyor. Hayır, bunlardan şey bilmeydim ama onu da bilmesinde. Sonrasında cevabında o şunda da olacak ne kosunlar bizde. Fiyat bölükler ne var? Bırak sırtıl bağlanıp sonra bizlerin ne bala kılgan. Soğuşun cevabı. Ama nedir? Yerlegen diyorsa bize kıyaslar yerlegen. Özün ekesi oldu. Yani sonun için Anı bilesinde aydadı o bunlarda şu ne geçerse evinde geçerse ne var. Ürünler sorulacak şimdi o kıyam yağı o elinin bir balası olgan ekan. Dep ne var. O yani bilmem ha o ne olgan. Ne misal biletiniz var? Saka. Ben biletinde deyim bak. Yok. O bassan polis askan yüzüye. Ya Şыңғыс ханға bize kiremiz be, kirmeyimiz be onu bilmeyeyim kıyat. O Şыңғыс ханда kıyat болған дейді. Yok kıyas koy ha. Ya. Bizler endi kıyat pişip, ejurek işimiz ayıp biladi. Kıyattың nesi? Ya bұрын патшалық zaman кезінде, ханның заманы кезінде, мысалға, әркім өз бір баласын әр руға беріп қойған. Şu ана ру өзіне Жақын болу. Ya жақын болу үшін. Сөйтіп, бір қияттың бір баласы сол кімге Сейітқұлға берген шығар мысалға. Бұрын мысалы өзіне қол астына қараған, хандықта, мысалы патшалықта болған дейді. Өзінің қол астына қараған хандықта сол бір баласы келген. Бұлай өтіш. Тамам, қарайшы. Үлкен бір елдің несі болған шығар басқарушысы. Сонда kıyafette da bizim babamızı vereceğiz yani soru gitti. Sonday bolu diye oylaymaydı özüm. Çünkü bizler yani. Ya aslında şanattın istiyorsan yerinde bir elimiz var iken. Herkese çiğdiri yazgan iken. Çok saçtan iken. Mesela mesela çiğdiri, o çiğdiri bilir bilmesin. Eğer kıyafette görsem kosaldır selam verdi. Yok oldu. Bir kolmen emas, yok oldu. Kolundan al degan. Shunda qurilish qilganda Seyitqulni o'tgan Seyitqul bolamiz degan. Güzel. Sonradan endi bulay deydi. Ana undan deyip o'tirdim. Desem. O'zim negizinde mening bir eshitganim, endi bu da eshitgan ekan. Va qiz жаңағы Шыңғыс хан әр жерде патша болып қылып жүрген ғой, жер басып алған бір екен. Сосын жолда келе жатып ана жерге бір баласын қан қылып, мына жерге бір баласын қан қылып, сөйтіп сайлап кесе берген. Дейді. Соны бір күні жаңағы патшамыз сәл есер соқса ма, ақылы аз ба, патша bir gün yine Əzrət çağıran ekan. Əzrət kendi onu alım kişide bir alım kişinin ama ağzı duvarlı kişinin alsın ben. Sosun çağırgandan keyin namaz okuyun dep namaz okuyatqanda жаңа патша ішіп sıkkız жаңа Əzrət'in көтін çıktı. Secdeye bargan кезде. Sosun ündemi namazını pişirip bağlasın, kıyas kolum teybisi paçam demeliyim dedi. Kıyas kızga jetpe, kızga jetsin, yüzge jetpe, 2 gün
bir 5-6 yıl basıp kural oturmasın деп paşa verdi. Soның өзі бір 10 шақшадан көбейсек асып olsun. Bölünüp кетеміз. Ha. Bilmeyeyim енді ол қалай екенін. Күзге жетпей, жүзге жетсең күзге жетпе деген. Деп шешіп 10 ел басып қосып отырмасын деп paşa verdi. Қайдан енді? Қалыпты не екенін. Менің естігенім солай. Енді мына жақта жаңағы сонау санасында істеп жатқан баладан сол шешелерін білу керек та, сол кісі көп нәрсе білген екен. Енді мына бер жақтағылар біздерді қоспайды. Бірақ өйткені маған шешкіл балам осыны не қылып келгенде сен әлімге жетпейсің дегендерді білдім, өліп кететін еді. Кезінде. Иә. Осы не решение жаңағы менің басына Қанарбасының басына бардым. Қанарбасының басына барғанда кім деген Сүйебай деген бір шешелесі бар екен әлімнің. Сонан келіп осы жерде еміз кесейік деп айтар, қайсайық деп айтар ауылға. Басына түнеп жаңағы ойбай әрбайға келді. Ойбай Сүйебай шешеле келді, отырайық, шайпай ішейік, әңгімелесейік деп. Сонан келді. Қапа шақса ысынбайды кісі келіп осыларына. Сен түгін баласың? Пәленкес, түгін кес. Түгін баласы, түгін кес, арғы бабасына дейін айтып кетеді. Анағанда сейсіп, мынағанда сейсіп. Бір кезде мен көтімді қыс қарап отырмай. Осы қият әлімге қияғынан қосылады. Сөз қарамыз ба? Яғни шежіре айтқан адам мұсылман емес еді маған. Шежіре айтқан адам мұсылман емес деді. Сосын мен үндегенде осы бір кезде маған сақ шидік деп жаңағы құлда бір адам өлсіп кеткен не бар соның бір демесісің ба деді маған. Үндегенде соған аңдасам да келіп шүйіліп кетеді маған. Жаңағы әңгіме сөйлегенде Қанарбасының басы болғасын үндей алмадым. Өйткені әруақты сыйладым, орысша шығармай-ақ қояйық дедім. Анау сағы болса, ана шешелерде өзі шешелейсіз бе деп. Маған өзі шешелей айтқан адам мұсылман емес дейді. Сонымен үндегенім жоқ, не деп отырады. Арадан 2 жылдан кейін қайтыс болды. Шешелер жаңағы көп адам не қылды маған. Мына жерде осы Aşk hocalardan kodeydinin göstergende de ağız açkanda sen elimge jetpeysin dedim mağam köyü var. Şimdi benim yok. Yılına jetpey kaçış oldu. Sonra sosun sormasında bazım koy böyle neyim bir şey nasıl. Şehirde çoğuşun bu ana şehirde ne diyorsa ben de bu elimde 6 balası var, 7. balası var degen deri yok. Қайдан оны? Оны сол жаңағы анау шежіре білген баланың әкесі қайтыс болып кеткен ғой. Қазақстанда. Жанатпен бірге істейді. Сонан сұрап бір несіне жаздырып алып бір телефонға не қылып жіберіп кетіп, сонан сол балалар біледі. Әкесінің қалған бар шығар. Оның салқы маған жаңа айтқаны сол, әкем айтса осы рәсімдерді, әгер қиятты көрсем, қолсалдап сәлем бер. Сол мен білетін басқа шеңіздің, бірақ Шыңғысхан үшін бабамыз болды, дұрыс. Bizler енді шешеде жүзге жатамыз ғой жалпы енді? Жоқ, біздер жүзге жатқызбайды. Жатпаймыз. Біздер мынау қожа, сосын мына жаңағы шерей, бұлар жүзге жатпайды. Неде қазақтар айтады, жүзге жатпаса қазағымыз. Жүзге жатпаса қазағымыз. Жалпы қазақ
жүзге қосылғаннан кейін Бұл жан жердің жақты жер жақтан есебінде. келген ғой жаңағы жүз басы дегенде ол жаңағы неге жіберген дейді ғой жаңағы біздер жүзге бел специальность деген олар мына орыстардың Иә, орыстардың түрлері. специальность біздердің бытшыт қылу қазақша соның үшін жаңағы біздерден жаңағы О болса ұлы орда күші болған. Ұлы орда күші. Сол сөзді өзгерткен. бәрі осы бұл жер османдардың бәрі орыстардың ісі işte біздерді басын қоспау қорқады Москваның да қазақша ғой білдеп соларға Гүлмирама айтқан, Гүлмирама. Модный ма? Жасы қанша болды? Бағдат. Бір қара жүйрек арияға. сонда пештеріңізді түйе қыламыз баласы бар Сүйінде қайтып кетті ғой? иә қайтып келді Неңді көрдің бе, Жоқ. жеңгеңді? Сұраған, тамам болған. Ауа шақпағың ғой, теміртаудың ауасы ауырлау ғой. Көзімде көрін көрмейді. Қай күні барам деймін, әлі бара алмайдым. Әне бір барып келемін. Біздер де кіріп шығамыз ғой. Әне албастыға қайт десе қайтпай жатыр дейді ғой ана қыз. Не қылады? Келмей шешесіне қараса болады. Мына адам. Не, аня үйреніп қалған шығарда қалағын. Ой, шешесіне үйренсін, біреу болады ғой. Иә, екеу. Мында бұлақ. Бұлақтың аты көз.